يلا تنام ريما يلا يجي هالنوم يلا تحب الصلاة يلا تحب الصوم Сириядағы соғыс барысында адам құқықтарын қорғау мониторинг орталығы деректері бойынша тек 2015 жылы 11 мыңнан астам бала көз жұмған. Дәл сол соғыс оты өршіп тұрған кезде Даиштың қатарына өз еркімен қосылған қазақстандық азаматтың қызы Люлю дүниеге келеді. Біздің кейіпкеріміз Люлюдің 1 жасында анасы жарылыстан көз жұмады. Оның әкесі екінші рет үйленіп 2019 жылы жаңа отбасымен Қазақстанға қашып шығады. Ал кішкентай Люлю Сирия аумағында қалып қояды. Бүгін біз сіздерге соғыс аумағынан кішкентай қызды елімізге оралту арнайы операциясының қалай жүзеге асырылғандығы жөнінде айтып береміз. 2017-де уже басталды. Қатты соғысы, бомбить етіп, уже басында айлық беретін, айлық бермеді, ашаршылық басталды. Дауля үлкендерге $50, кішкентай балаларға $35 айлық беретін ай сайын. Жағдай қиын болды. Менде психологически мен уже қайтамын деген только жол. Мен ойлайтын тек Қазақстанға қайту. Ол жерде мынандай ситуация болды. Жаңағы граница Турция мен Сирияның границасында жаңағы спецслужбамен өткізгенде олар бізді по-любому андай немен өткізген жоқ официально. Ол жаңағы соғыс болып жатқан жер официально өткізе алмайды. Ол жерде де қазақ шақшылар болды жаңағы проводник дейді ғой. Проводникке ақшасын құнын бересің, өткізеді. Олар айтты, басында айтты. Екіге бөлініп отырмыз. Ол жаңағы әйелімнің ағасының әйелі болды да, ағасы қайтыс болды. Ол кісінің да біз алып келеді. Ол кісі жаңағы Турцияның границасында тұрған. Ол кісінің да жаңағы бала шағасы болды. Бізге екіге бөліну керек болды. Өйткені жаңағы все равно границаның басында түріктерге бағынбайтын басқа группалар бар. Террористический группалар. Олардың қолына түсу мен үшін қауіпті өміріме. Сондықтан олар айтты жаңағы, сен әйелің өтесің, бала шағаң екінші немен өтеді. Типа еркек болғансын, апасына еркек қазір қарайды, қазір біз тауып басақ біз де кетеміз. Бірінші мен әйелім өтті, жаңағы 3 қызды алып болдық. Люлюге кім қарайын деді жаңағы әйелімнің жеңгесін деймін. Сол кісі біз екінші немен өту керек. Бізден кейін. Гүлноз деген кісі, ол кісі де қазір Қазақстанға оралды. Оған сен бала шағасы болды. Сол моментте жаңағы біз өткеннен кейін анау группа беріп қайтты. Осындай еркек өтіп кетті, сосын ол жерді жауып тастады. Жаңағы Гүлноздар өте алмай қалды. Ақшалар таусылып қалды, біраз сол жерде қалып қойды, бір жарты жыл. Орта жаңағы спецслужбалар қарап отыр. Сол моментте Люлюге қарап отырды, ол уже ақша не болмағаннан кейін уже бар амалымен шығып кетті. Ол жерде бір әйелге Люлюді қалдырып кетті. Мен гуманитарлық дипломатия бөлімінде шамамен 3 жылдан аса жұмыс істеймін.
Біздің бөлім қызметінің негізгі бағыттарының бірі отбасылардың қосылуына көмек көрсету болып табылады. Сол үшін біз әйелдер мен балалардың отанға оралуын бірнеше мәрте қамтамасыз еттік. Бұл ретте әйелдер мен балалардың жанжал болып жатқан жақтың аумағында болуына жол бермеу мақсаты көзделді. Люлюмен біз Сирияда қақтығыс аймағында таныстық. Сирияда соғыс басталғаннан бері адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау және гуманитарлық көмек қоры қайырымдылықпен айналысады. Бұл жерде қордың табиғи апаттар аймақтарында гуманитарлық көмек көрсететінін атап өткім келеді. Қазіргі уақытта ұйым Түркия мен Сирияда төтенше жағдай жарияланған аймақтарда іс-шаралар өткізуде. Люлю мен Сириядағы лагерлердің бірінде гуманитарлық көмек көрсету кезінде кездестік. Оны ата-анасыз көргеннен кейін тиісті білім алып ойнап-қунап, отбасылық жылуды сезінсе деп, қордың Жараблыстағы филиалына апаруға шешім қабылдадық. Әрі қарай оның отбасын іздей бастадық. Бұл іс-шара шамамен 7 айға созылды. 2022 жылдың күзінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы өкілі ретінде Анкара қаласындағы Түркияның жаңа адам құқықтарын қорғау туралы ұйымның өкілдерімен кездесу өткізілді. Ресми кездесу болды. Бұл ресми кездесу барысында аталмыш ұйымның өкілдері Сирия қаласындағы лагерлерде жаңа террористік құрамында болған содырлардың әйелдері мен балалардың бар екендігі туралы ақпарат берді. Осыған сәйкес жаңағы айтып өткен адам құқықтарын қорғау туралы түркиялық ұйыммен бірлесе отырып, қыздан жаңағы шашынан, ауыз қуысынан оның жаңағы заттай дәлелдемелер керек туралы белгілер алынып, қазақстандық жаңағы сараптамалық өткізілді. Сараптаманың нәтижесінде біздегі жазасын өтеуші азаматтың қызы екендігі нақтыланып, соңынан елшіліктегі консулдық бөлім арқылы қызға қайта оралу туралы құжат дайындалды. Осы түрк мемлекеттік органдар мен оның ішінде ішкі істер министрлігімен көші-қон полициясымен бірге жұмыс істедік. Және де осы жұмыс нәтижесінде осы Сириядағы босқындар лагерінде бір қызымыз табылды. Енді осы әрине ол жұмыс оңай болған жоқ. Біздің бауырлас түрік тарапымен тиісті келіссөздер жүргізілді. Енді олардың үлкен үлесін қосып, олардың көмегімен осындай осы біздің қызымызды Сириядан алып келіп, Түркия аумағына жеткізіп, осы жұмыстар енді бітейін деп жатыр. Өз туған қызын қақтығыс аймағында қалайша тастап кетті деген сұрақтың мән жайын анықтау үшін біз түзету мекемесіне келіп, Люлюдің әкесінен сұхбат алған едік. Бұл оның баласы емес, оған керек болмады. Может быть, сол үшін қатты амал істеген жоқ. Менде де сұрақ болды сондай. Неге ол менің баламды қалдырып кетті? Мен оның жолына көмектестім, сол үшін рисковать еттім. Мен сол үшін мені повстанцилар өлтіргісі келді, каждый раз іздеп келді. Мен сол үшін рисковать еттім. Соның бала-шағасы үшін рисковать еттім. Мен оған соншама жақсы жасадым да, ол менің баламды неге тастап кетті деген менде болды. Бірақ мен ол сізге айтқым келмеді, бірақ айтайын сізге. Неге именно менің балам сол кезде тастап кетті? Мен жаңағы жолына төгіледім, түсіндірдім. Осындай қайту керек дедім. В их положении, может быть, я тоже так сделал. Потому что положение совсем другое там было. Мен ондай ренжіс бар, мен оны қалдыра салдым, жарайды. Енді сіз енді түсінбей тұрсыз ғой. Өзі баласын отта қалдырып кетті, қандай адам деп. Қой, кем надо быть, наверное. Даже звери свои детей не оставят. Өйткені ол ошибка. Ойлаймын да, мен мысалы, мен шықпасам да бірінші солар шығарып жіберу керек еді. Бірақ маған проводник осындай қойды. Бала-шағаларымды бәрін естіп қаласын, екіге бөліну керек болды, тез решение қабылдау керек болды, түнгі сағат примерно 1 болды. И резко нету керек болды, через этот забор перепрыгивать надо было. Содан кейін сіз балаңызды бірден іздей бастадыңыз ба? Келмей жатып айттым, келісімен айттым осындай.
мен қызымды алып қойды, соны алып келгенше тез алып келгенше осындай қазір осындай әйелмен ол кісі мысалы жаңағы гүлназ деген связьдан шығып кетті какое-то время. Онымен связь нету үшін мысалы КНБ-дан рұқсат алып, мен әйелім шықсын рұқсатқа шығып жаңағы қай жерде екендерін білсін. Енді мақсатымды сол болашағымды бәрін бірге қосып дұрыс тәрбие беру. Кішкентайынан ақызым біраз қиыншылық көрді. Бүкіл амалын жасаймын да енді осы қыздардың бақытты болуына. Енді қолымнан келгенше енді амалымды істеймін. Амалым келуіне мысалы істедік. Туыстарыма рахмет, сіздерге де рахмет. Мемлекетке өзге рахмет. Просто мысалы нетпей қойылмауында бұл үшін. Бірақ түсіністікпен қарап, көмек сұрағанға отзывайся етіп. Осы іспен айналысқан біраз бүкіл адамдарға рахмет. Алла разы болсын.